Кеше төркінімнен мамам осы заттарды салып жіберіпті. Мамам қыста жапқан банкаларын, салаттарын беремін деген, сонымен қарасам мынаның бәрін беріп жіберіпті. Ана деген әйтеуір құр жібермейді ғой, барсақ та осылай береді, бармай қалсақ салып жібереді. Осындай неше түрлі салаттарын, вареньеларын барлығын беріпті. Осыны немерелеріне праник салып жүрген, даже окорочкаға дейін салып жіберіпті. Айран, сүт, қаймағына дейін салып жіберген ғой. Мамама рахмет деп жатырмын ғой, даже қантқа дейін салып жіберген. Қазір маған ұрсайын деп тұрсыздар ғой, неғып төркінінен аласың, неғып бұншама көп деп. Әрине мен алғым келмейді, бірақ мамам салып жіберіпті. Ал сіздер төркіндеріңізден осындай заттар аласыздар ма? Комментарийға жаза кетіңіздер. Сосын осындай мен жақсы көретін майларымды салып жіберіпті, осындай приправалар салып жіберген ғой. Қолдың қаймағын, қолдың творогын салған, және де айранын. Біз бұрын кішкентай кезімізде банкіні көп жабатынбыз, сөйтсем мама неғып көп жабады десем, осылай бала-шағаларына таратады екен ғой. Өсе келе енді түсініп